Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге Бремия фильміне шолу жасаймын. Шексіз Африка жазығында оттар түтіні көтерілуде. Осы жазықпен орманға қарай абориген тайпасының қызы жүгіріп барады. Осы уақытта Туми өзенінің кішігірім жүзетін үйшік жіп бойында кішкентай баланың киімдері ілініп тұр. Ішінде алаңсыз отбасы Энди және оның әйелі Кей және кішкентай қызы Рози кішкене қайықтың ішінде өздерінің өмірін сүруде. Энди әуеге ұшқан шарды байқап қалады. Жай ғана айналасына қараса, тағы да бір отбасыны көлдің жағасынан көреді. Күйеуі және әйелі екі баласымен Энди оларға амандасады. Бірақ та отағасы оның сәлеміне жауап бермейді. Керісінше оны табанжасымен көрсетіп қорқытып, келмей дегендей ниеттейді. Энди де ер адамның сөзін түсінгендей ары қарай өзінің үйіне кіріп кетеді. Кеш батады. Энди мен Кай өзен бойына тоқтап, үйлерін суда шығып тұрған ағашқа байлап, сол жерде түнеп шығуды ұйғарады. Энди судан белгісіз бір аптеканы тауып алады. Ішінде укол және қалай пайдалану керектігі түсіндірілген кітапшаны көреді. Оларда азық-түлік таусылуда. Әйелі оған жақын жерден азық-түлік әкелу керек екенін айтады. Крайний случай наступит до или после того, как наша дочь умрет с голоду. Энди жақын жердегі қалаға баруға бас тартады, себебі өзінің отбасының қатерге тігуге қорқады. Өзге де тірі адамдарға баруды жоспарлады. Бұл уақытта Гуми өзінің аяқ киімінің астына әртүрлі жапырақтарды, бұтақтарды, талақтарды жабыстыруда. Осы ісімен өзінің өте қатты бақылайтын анасынан құтылуды жоспарлайды. Гуми анасынан тығылу үшін өзінің ізін жасыруда. Келесі күні Энди жағада жатқан қайықты байқайды. Ол өзінің кішігірім есек қайығымен оған барады. Жартылай суға кеткен бұл қайық тасталған болып шығады. Бірақ та ішінде әртүрлі көп тамақтардың бар екенін көреді. Сонымен қатар виноды тауып алады. Энди сөреден дыбысты естіп, өзінің жинаған азық-түліктерін алып, қайығына қайтадан қайтып кетеді. Ол әйеліне өзінің тауып алған заттары туралы айтады. Кенде уайымдап, жартылай батқан қайықтың қасында тұру қауіпті емес пе дейді. Энди оны қорқытып алмау үшін қауіпті нәрсе жоқ дейді. Кей күйеуінің тынығуға жіберіп, өзі жаңағы жартылай батқан қайықтың ішіне барып, күйеуіне ұстара іздеуді шешеді. Себебі күйеуінің қырынбағанына бірнеше күн өткен. Кей өзінің іздеген затын тапты, бірақ та қашып үлгермеді. Белгісіз бір мақұлық оған бас салады. Энди оянады. Қызының жылаған дауысын естіп, ол тұрып және де қансырап отқан әйелін көреді. Мақұлық оның аяғынан тістеп алған. Әйелі оның тістеген зомби екенін айтады. Енді Кейде тек қана 48 сағат уақыты бар. Содан соң зомбиге айналады. Неизвестно, что на тебя напало. У него были пальцы, Энди. Блять! Содан соң Энди мен Кей қайықтан түсіп ауруханаға жаяу баруды ұйғарады. Жолдың бойында қандай да бір көлік құралын тауып аламыз деп шешеді. Олар жиналып қызы Розиді арнайы сөмкеге салып жолға шығады. Жағадан көп ұзап жүріп үлгерместен жанып кеткен адамдардың денелерін көреді. Олардың бастары жерге көмілгенін байқайды. Бұл уақытта Гуми аң аулап бірінге лақтырып жібереді. Ол өзінің құлағын жауып алады, себебі оның жеген дауысын естігісі келмейді. Энди мен Кей көлікті тауып алады. Оған бензин құйып жатырғанда жолға шықпақ болған кезде бір зомбиға ұсталып қала жаздайды. Әйелін тістеген уақыт өтіп барады. Кейдің түрі күлгін және ауру болып көріне бастады. Бір аялдамада Кей қызының жөргегін ауыстырып жатырған кезде әйелі жерге құлайды. Аузынан белгісіз сұйықтық шығады. Гуми тағы да сол үндеген мақұлыққа тағы да бір аңды ұстап апарып береді. Бірақ та бұл жолы ешқандай жеген дыбыс шықпайды. Мақұлық қашып кеткен, қыз да қорқып қашып кетеді. Жол бойы Кей өзінің уақытының аз қалғанын біліп, қызы мен күйеуіне зияны тимеу үшін көлікті ашып өз-өзіне қол жұмсамақ болады. Сколько это можно игнорировать, пока я на тебя не кинусь? Или на нее? Бірақ Энди әйелін тастап кеткісі келмейді. Ол оны жолда әрі қарай жалғастыруға көндіреді. Энди көлікті жүргізіп келе жатырып сәл уақытта алаңдап кетеді. Жол бойында шығып тұрған зомбиді тірі адам екен деп ойлап, оны басып кетпейін деп жол апатына ұшырайды. Кейдің ішіне ағаш бұтағы кіріп кетеді. Энди есіне танып қалады. Энди есін жиса, әйелі зомбиға айналып кеткен екен. Әйелі Эндиді тістеп алады. Ол Розиді машинадан шығарған соң әйеліне қайтадан оралып, жаңағы тауып алған уколды салады. Ол укол арнайы зомбилерді өлтіруге арналған. Энди қолына сағатты киіп уақытты қояды. 48 сағатқа Розиді алып жолға шығады. Көп ұзамай жаңағы басып кетуге шақ қалған зомбиді байқайды. Энди оны өлтіргісі келеді, бірақ ол зомбиді Гуми құтқарып қалады. Ол зомби Гумидің әкесі болып шығады. Энди тағы да шағын бір ауданды табады, бірақ та онда адамдар болмайды. Энди жанып тұрған бір шамды байқайды. Тірі қалған адамдар бар екен деп сол үйге кіреді. Ол онда бір мұғалімді кездестіреді. Энди мен қызы Рози сол жерде түнеп шығуды ұйғарады. Ол әйел
ракпен ауыратынын және көп ұзамай өлетінін айтады. Энди кері жолға шығады. Ол жолда Вик есімді кісіні тауып алады. Қолында қаруымен ол бір қақпанға түсіп қалған екен. Өз бетімен шыға алмаған соң Энди оған көмектесіп шығарып алады. Ал Вик шыққасын ол өзінің үйіне апарады. Ол жақта Викті Лоррейн есімді қыз күтіп тұр. Энди оларды ерлі-зайыпты деп ойлайды. Розиді Лоррейнге тастап, Энди мен Вик бір торға келеді. Оның ішінде Гуми отырады. Тордың айналасы толған зомбилер. Вик пен Энди оларды өлтіреді. Энди өзінің аз-ауқаты қалғанын түсінеді. Ол түнде тұрып, қызының бетінен сүйіп, үйден шығып ол жерден алыстауды және де өзіне қол жұмсауды шешеді. Бірақ та Лоррейн оған жол бермейді. Лоррейн Эндиге Вик деген негізі күйеуінің досы екенін айтады. Ал оның күйеуі бір заводта өлім аузында жатыр дейді. Вик оны амалсыздан ұстап отыр және де одан қашқысы келетінін айтады. Әйел айтып жатырған кезде Вик келіп оларды естіп қалады. Вик Эндиді мылтықпен соғып талдырады. Энди есін жиған уақытта ол Гумимен бірге кісенделіп бір тордың ішінде отырғанын көреді. Содан соң оларға қарай көп зомбилардың келе жатқанын байқайды. Сол уақытта Гуми торда шығатын жолды тауып, Энди Виктің үйіне барып қызын алып, Лоррейнді оятып, төртеуі жолға қашып шығады. Вик оянып кетіп, оларды атпақшы болады. Эндиге атамын деп Лоррейнге оқ тиеді. Энди және Гуми қашып кетеді. Келесі күні Гуми өзінің әкесін тауып алады. Оны адамдар өлтіріп кеткен екен. Ол үшеуі енді Эндилер бұрын тұрған қайыққа келеді. Энди осыдан бірнеше күн бұрын көрген отбасын тауып алғысы келеді. Өзі зомбиге айналғанша Розиді соларға беріп кеткісі келеді. Бірақ ол отбасы орындарында жоқ болып шығады. Содан соң оларды іздеуге шығады. Орманда сол жаңағы отбасының еркегін қабір қазып жатқан жерінен көреді. Ал балаларын әйелі ойнатып отыр екен. Энди еркектің мойнынан тістеп алғанын көреді. Ол да жақында зомбиге айналмақшы. Еркек өзінің отбасын атып өлтіріп, Эндиден көмектесуін сұрайды. Содан соң тағы да 2 оқ қалады. Оны өзіңмен және қызыңа арнасам болады дейді. Энди оған келіспей кетіп қалады. Содан соң ол оқтың атылғанын естиді. Соңында жаңағы еркек өзін де атып өлтіреді. Энди банағы еркектің тапаншасын өзіне алады. Гуми болса зомбилар жақындамау үшін беттеріне ұнтақтарды жағады. Гуми болса Эндиге өзінің отбасының тығылып отырған жеріне баруды ұсынады. Ол үшін мостпен және туннельмен өтуі керек болады. Солай үшеуі жолға шығады. Туннельдің ішінде көптеген зомбилер бар, бірақ та олар адамдарға тиіспейді. Себебі зомбилар ұйқыда болатын. Ол туннелді шығатын жерінде Викті және оның грузовигін көреді. Вик Энди мен Гумиді күтіп тұрған болатын және ол оны байқайды. Ол қыздың басынан жарақат береді. Содан соң Вик пен Энди бір-бірімен арпалысады. Олар бір-біріне оқ тигізеді. Вик Эндидің қызы Розиді одан тартып алады. Энди болса одан қызын өлтірмеуін сұрайды және өздерін босатуын өтінеді. Вик оларға амалсыздан келіседі. Эндидің зомбиге айналуы жақын. Ол Гумиге жүруге көмектесіп келеді. Себебі Гумидің әлі қалмаған еді. Оларға түтіндер көріне бастады. Демек олар діттеген жерге жақындады. Эндидің көзін бұлшық басып, ол зомбиге айналуда. Бірақ та ол қызын қауіпсіз жерге жеткіземін деп шешеді. Энди жерден жануардың денесін көреді. Ол оны жегісі келеді. Бірақ та ол өзін дәл уақытында тоқтатады. Кейін олар қайтадан жолға шығады. Ол жануардың ішегін жақылтасына салып алып кетеді. Бұл уақытта Гумидің отбасы зомбиді өлтіріп, оларды өртеп жер бетін зомбилардан тазалауда. Сол себепті олардың айналасы түтінге толды. Энди өз-өзімен күресе алмауда. Сол себепті ол зомбиге айналмас бұрын Гумиден қызын қауіпсіз жерге апарамысың деп уәде алады. Энди қызының бетінен сүйеді. Ол өзінің әлсіздігіне қарамастан қыздарды жеткізу үшін жоспар құрады. Ол арқасына қыздарды байлап, ағаштың басына етті салып, сол арқылы жүреді. Осы жоспардың арқасында олар Гумидің отбасына қауіпсіз жерге келеді. Абориген тайпасының басшысы Эндиді өлтіреді. Гуми болса Эндимен қоштасады. Солай қызды қауіпсіз жерге апарады. Кейін олар тірі қалған адамдардың ортасына барады. Олардың барлығы әлемнің зомбидан тазарғанын күтуде. Спасибо. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау болар еді. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.